қап-қара көзі тостақандай екен. Бұның атын арты байып кетейік деп Қарабай деп қойдық. Жания Жолдыбаеваның Мамлют ауданына қоныс аударғанына биыл 1 жыл толды. Күнгі үйдің қызы түсікке келіп қол қусырып отырмапты. Келген бойда сол түсікте таптырмайтын тандырнан сатып жергілікті халықтың қызығушылығын туындырған. Тұтынушының артқан байқаған ол кәсібін кеңейтуді шешіпті. Сол үшін мемлекет берген қайтарымсыз қаржыны алып, этно ауылды кіріс көзіне айналдырып отыр. 3 қыркүйек күні бизнес жоспарды жібердік, 20 қараша күні ұтып алдық. Сосын әкеліп бәрін жинап бастадық. 14 шілде күні осы ашылу салтанаты болды. Бүкіл облыс көлемінде ашылу салтанатын өткіздік. Ұлттық нақышта безендірілген киіз үйлер Мамлют ауданына қарасты Покровка ауылында орналасқан. Ауыл тұрғындары бұл жерді тұрақты демалыс орнына айналдырып үлгерген. Себебі мұнда оңтүстіктен қоныс аударған 70-тен аса шаруа қожалық бар. Ұйқы басып, ұйқыда отыра берсе, онда ештеңе болмайды. Ал ерінбей еңбектенсең бұл жақта бар. Жерге не салсаң, сол шыға береді ғой, бір жақсы жері. Біздің мына Қызылорда жағында, мына оңтүстікте ешқандай өсірсең де, баптасаң да, бәр нәрсе салсаң да шықпайды. Ал бұл жерге салғаның шығып кете береді. Топырақ өте құнарлы. Өзім үй жағымда жаңа қияр, помидор бәрін егіп отырмын картопқа шейін. Кеше келсем де. Бұл жерде де көптеген гектарлап картофия егіп атқандар бар. Солтүстікте Жания секілді жеке кәсіп ашқысы келетіндерге үлкен мүмкіндіктер бар. Үкімет мұндай жандарға тегін жермен 5 миллионнан 10 миллионға дейінгі жеңілдетілген несие береді. Со жақтан келген, оңтүстіктен келген халық малмен айналысады. Бүгінгі күні этно ауыл ашылды. Құс алады көп, теплицаларды, инкубатордарды алып, өсіріп, сатып халыққа. Сосын бүгінгі күні бізде дүкендерді ашып жатыр, со жақтан келген кісілер. Жұмысқа орналасады. Түсікке қоныс аударып келушілердің барлығы дерлік қаржылық қиындық бұрынғыдан азайғанын алға тартады. Мұнда ашылған кәсіп көздерінің мүмкіндіктері көп. Өйткені халық аз, бәсекелестік жоқ. Алтынбек Амит, Қазбек Алтынбек, Түркістан 24, арнайы солтүстік Қазақстан облысынан.